Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 67 сабақ. Синоним дегеніміз не тақырыбы? Балалар, видеода оқулықтағы тақырыпқа байланысты берілген жаттығуларды орындауды толық түсіндіріп көрсететін боламын, сондықтан соңына дейін тамашалауды ұмытпаңдар. Балалар, бүгінгі сабақта сендер синоним сөздерді ажыратуды және сөйлеуде қолдануды, тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай алуды үйренетін боласыңдар. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңдар. Сол кезде жаңа сабақты бірінші болып тамашалай аласыңдар. 9-шы жаттығу: жаңылтпашты жатқа жаз. Ол досың ба, жолдасың ба? Ол досым да, жолдасым да. Балалар, жаңылтпашты жаттап, оқулығымызды жауып, дәптерімізге жатқа жазып аламыз. Қарамен жазылған сөздерді мағынасына қарай салыстыр. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жуық екенін дәлелде. Бізде қарамен жазылған сөздер досым, жолдасым. Балалар, бұл екі сөздер дос мағынасын беріп тұр. Сонда бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жуық. Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер бар. Мысалы, әдемі, көрікті, алыс, шалғай. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атайды. Ережені жаттап, есімізге сақтаймыз. 10-шы жаттығу: тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа. Тақырыбы: шынықтыр сен денені. Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұны: дене шынықтыру жаттығу туралы. Теңізші боп егерде, жүзем десең тереңде, белден басып мұз қарды, кезем десең шыңдарды, түлеп ұшар жас қанат, болам десең ғарышкер, шарлау үшін әуені, қуат керек әуелі, жігер керек, от керек, ерлік керек, еп керек, ол үшін ең керегі шынықтыр сен денені. Авторы Дүйсенбек Қанатбаев. Енді өлең бойынша берілген тапсырманы орындаймыз. Өлеңнің тақырыбы бойынша айтқан ойларыңды өлең мазмұнымен салыстыр. Біздің болжамымыз, балалар, тура келді. Себебі өлеңде дене шынықтыру, спортпен айналысу туралы жазылған. Қарамен жазылған сөздердің синонимін тауып көр. Қарамен жазылған сөздер: қуат, ерлік. Қуат сөзінің синонимі күш, ерлік сөзінің синонимі батылдық. Келесі 11-ші жаттығу: синоним сөздерді тауып, оларды жұптап жаз. Берілген сөздер: абайлау, қашық, байқау, ер, биік, батыр, есті, зәулім, шалғай, аяз, қорқақ, суық, үркек, ақылды. Енді балалар, берілген сөздердің мағынасы жағынан жуық сөздерді топтастырамыз. Абайлау, байқау, биік, зәулім, қашық, шалғай, аяз, суық, есті, ақылды, ер, батыр, қорқақ, үркек. Бұл сөздер синоним сөздер, мағынасы жағынан жуық сөздер. Синоним сөздер тілдің байлығын көрсетеді, сөздік қорды байытады. Ережені жаттап, есімізде сақтаймыз. 12-ші жаттығу: Әлі мен Маржан синоним деп есептейтін сөздерді оқы. Олар синоним сөздерді дұрыс таңдады ма? Әлидің таңдаған сөздері: шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз. Әли дұрыс таңдады ма? Жоқ, себебі ол жерде тынығамыз сөзі артық. Шынығамыз, жетілеміз сөздері синоним сөздер.
Маржанның таңдаған сөздері тастай, салқын, мұздай. Ол да дұрыс таңдаған жоқ. Ол жердегі синоним сөздер салқын, мұздай, тастай сөзі артық. Келесі 13-ші жаттығу ребусты шеш. Шешуіндегі сөздің синонимін тап. Бізде 6, сиыр, сағат сөздері берілген. 6 сөзіндегі соңғы 2 әріпті алып тастасақ, ал дыбысы қалады. Сиыр сөзіндегі басындағы 2, соңындағы 1 әріпті алып тастасақ, дыбысы қалады. Сағат сөзіндегі соңғы 4 дыбысты алып тастасақ, бізде с дыбысы қалады. Сонда алыс сөзі пайда болады. Алыс сөзінің синонимдері қашық, шалғай, алшақ. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетіңдер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.